Assalamu alaikum достар. Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Баршаңызға Рамазан айы мүбәрәк болсын. Бүгін ұлымның заказымен осындай өте дәмді әрі пайдалы, құрамы да, жасалу жолы да жеп-жеңіл, қолжетімді керемет кекстар пісірдім. Достар, денсаулықтарыңызға ешқандай зиян тигізбей, керісінше мол пайдасын беретін, ең дәмді, ең қолжетімді, дұрыс тамақтануға арналған, дәмді, ерекше, пайдалы, оңай және тез дайындалатын қазақша тілде ПП рецепттермен балаями күнделікті түрде сіздермен бөлісіп отырады. Үй жағдайында глютенсіз, ақ қантсыз, ақ ұнсыз, түрлі қоспаларсыз, Алматы қаласындағы ресторан мен кафедегі тағамдарды бірге дайындайтын боламыз. Сіздер дұрыс тамақтанып, өмірге деген көзқарасыңыз өзгеріп, артық салмақтан арылып, күш-қуатыңыз молайып, энергияңыз тасып тұратын болса, біздер әрине қуанамыз. 200 грамм үй сүзбесінің үстінен 80 грамм қант алмастырғышты саламыз. Оның үстінен 2 жұмыртқаны және де 60 грамм қаймақты немесе греческий йогуртты салсаңыз болады. Және де барлығын шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Бір келкі болып араласқан массаның үстіне 40 грамм майды салып, тағы да араластырамыз. Ситаға 170 грамм ұнды салып, оның үстінен 1 шай қасық қопсытқыш, шым-шым тұз және ванилинді қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде мен ПП тағамдарды ұсынғандықтан күріш және ноқат ұнын бірге қосып пайдаландым. Сіздерде қандай ұн бар, сол ұнның түрімен пайдаланып жасасаңыздар да болады. Және де дайын болған ұнымызды 3 бөлікке бөліп, массаның үстінен ситу арқылы осылай салып шықтым. Ұнның көлемі 170 граммнан аз немесе көп болуы да мүмкін. Оны өзіңіздің жасап жатқан кексіңіздің массасына байланысты қарайсыз. Видеода көрсетілгендей массамыз өте қоймалжың түрде болуы қажет. Кексімізға әдемілік пен тәттілік беру үшін 20 грамм кептірілген өрік пен 60 грамм мейізді қостым. Мейіз бен кептірілген өрікті қоспастан бұрын жарты сағат көлемде ыстық суға салып, жақсылап жуып, тазалап алғандарыңыз жөн.
Барлығын жақсылап араластырып болған соң, силиконды ыдыстарға салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Менде бұл жердегі құрамнан 13 дана кекс шықты. Сіздер бұдан да көп қаласаңыздар, описаниеде көрсетілген көлемді 2 еселеп жасасаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Еңбегімді бағалап, видеоны соңына дейін көріп, комментарияда өз пікіріңізбен бөлісіп, видеома лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіз. Және де күнделікті шығып тұратын видеоларды көргіңіз келсе, қоңырауша батырмасын басып алуды ұмытпаңыз. Балаями күнделікті түрде сіздерге тәтті, дәмді тағамдардың рецепттерін ұсынудан және де сіздерді таңғалдырудан ешқашан жалықпайды.